Барша хабардар болсын. Нұрсұлтан Назарбаев жайлы жедел хабарлама. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастадық. Депутаттар Назарбаевты тағы бір мәртебесінен айырды. Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атында болған тағы бір университеттің атауы өзгерді деп хабарлайды Бақ.кз тілшісі. Бұл туралы сенатор Бекбол Орынбасаров сенат отырысынан кейін кулуарда журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Мұны бәріміз айтуымыз керек. Тұңғыш президент және елбасы туралы заңның өзгеруіне байланысты біз осы мәселені арнайы қарадық. Ол жеке мәселе. Қазақстанның арнаулы мемлекеттік органдары туралы заңның нормасына сәйкес келтіру керек болады. Заң мен Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы атындағы ұлттық қорғаныс университетіндегі оқыту мәселесі регламенттелген. Сенаторлар осы университеттің атауын Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасының есімі деген сөздерді Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы туралы конституциялық заңның қолданылуын тоқтатылуына байланысты Қазақстан Республикасы деген сөздермен ауыстыруды ұсынды деп атап өтті сенатор. Белгілі болғандай, заңнан ұлттық әл-ауқат қорының жалғыз акционерінің құзыретін реттейтін қайталанатын нормалар алынып тасталды. Еске салса, қаңтарда Назарбаев құрметті сенатор атағынан айырылған болатын. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, сау, сәлеметте болыңыздар.